Ұлы Отан соғысы 1418 күнге созылған бұл жылдар әрбір жанұяның жүрегіне өшпес із қалдырған жылдар еді. Бірақ мың тағдырды өзгертеді. Менің атам ел басына күн туған шақта қолына қару алып, өз елін қорғаған қайсар жауынгер еді. Маңдай терімен елін өркендеткен қайсар еңбек адамы еді. Соғыс тарихтың ең ауыр беттері. Бұл батырлық пен жанқиярлықтың, жеңіс пен құрбандықтың символы. Бүгін біз ардақты ардагерлеріміздің ерлігіне тағзым етеміз. Олар өз отанын қорғап, бейбіт өмір үшін күресті. Соғыс ардагері Сейдеков Ізет. Ол Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Түгіскен ауылының азаматы. 1941 жылы 17 жасында соғысқа аттанған ардагер. Рафилов Молдаәлі. 1921 жылы Қызылорда облысында туған, Жаңақорған ауданы Жайылма ауылында дүниеге келген, соғысқа аттанар кезінде небәрі 20 жаста болған. Мыңжасов Кәрібоз 1915 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданына қарасты Қарақты деген жерде дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысып, 1945 жылы 3-ші топтағы мүгедек күйінде оралған. Қарабаев Үсенбай атамыз 1914 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жалтинов Далдабай ауылында дүниеге келген. Соғыс кезінде иығынан жарақат алып емделеді. Байтөреев Махамбет Байтөреұлы 1 қаңтар 1924 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қарашеңгер ауылдық округінде дүниеге келген. Әкімов Айтмырза 1915 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы номері 2 ауылда дүниеге келген. Соғыс басталғаннан кейін 5 айдан соң қияр шығысқа барып, Жапонияға қарсы тұрған. Ата-бабаларымыздың ерлігі мәңгі. Ұрпақтар жадында сіздер мәңгілік қаласыздар. Бізге жеңіс сыйлаған ержүрек жауынгерлеріміздің есімі ешқашан ұмытылмайды. Ерлікті ұмытпайық, бейбіт күнді бағалайық.